Бірінші өзектің аудармасы. Көк тәңірдің әмірімен Бөрте Шайна мен оның жұбайы Куамарал, яғни Құбамарал, теңіз атты судан өтіп шығады. Олар Өнен, яғни Иле өзені бастау алатын Бурқан атты тауға келіп сол жерде тұрақтайды. Сол жерде олар бір перзент көреді. Оның атын Баташқан деп қояды. Бірінші өзектің талдамасы. Өзіңіз байқап отырғандай, бұл жерде түрік текті ұлыстардың киелі жануарлары көрініс тапқан. Яғни бөрі ата мен бұғы ана осы тарихи аңыздың басты кейіпкерлері. Нақтырақ айтқанда, алдағы барлық әңгіме солардың ұрпағы туралы. Олардың шежіресі және сол тектен шыққан ұлы тұлға Шыңғыс Қағанның істеріне арналмақ. Дәл тарихи негізге сүйенсек, бұл тұтас бір дәстүр. Алшын қағанаты, яғни түрік қағанаты және қырғыз қағанатынан бастау алады. Баршаға белгілі, бөрі мен бұғы алшын, яғни қазақ халқы және қырғыз халқына киелі жануарлар болған. Көк бөріні кие тұту, бөрі бейнесі бар байрақты ұстау дәстүрі осы күнге дейін жалғасып келеді. Әйгілі жырау Сүйінбай Аронұлының сөзінде былай делінеді. Көк бөрі менің ұраным, бөрілі менің байрағым. Бұл біздің айтқанымыздың айқын дәлелі. Абылай хан заманында әйгілі қолбасшы Қас Батыр Ер Жәнібектің қос бөрі атты киесі болған. Қазақ арасында бөріні киелі санау дәстүрі бүгінге дейін жалғасып келеді. Оған қатысты ырымдар мен наным сенімдер де бар. Тіпті бөріге байланысты Бөрібай, Байбөрі, Бөрібек, Қасқырбай сияқты есімдер де сақталған. Ал бүгінгі күнге дейін қырғыз баласы бұғыны кие тұтатыны барша түркітанушыға мәлім. Қырғыздың бұғы атты үлкен бір руы да бар. Ол шежіре бойынша Оңқанат бірлестігіндегі Тақай арысынан тарайды. Сірә Қырғыз Қаған әулетіне негіз болған белді ру сол болар. Сайып келгенде бөрі мен бұғы сынды осынау екі жаратылыс Қазақ пен Қырғыздың елдік киесі саналады. Демек ұлы алашұлысы атам Қазақ, яғни Алшын Қаған әулеті. Анам Қырғыз, яғни Қырғыз Қаған әулеті деп білетін болғаны ғой. Ал Қазақ-Қырғыз бір туған деген әйгілі тіркес, осынау шуақты әрі ақиқат тарихтың бауырлас екі ұлттың жүрегіне мәңгілік жазылып қалған өшпес ескерткіші екен ғой.